Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде нәтиже сабақ. Урок на повторение. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқы, мәтінге тақырып қой. Сұраққа жауап бер. Прочитай текст и озаглавь его. Мен ұлы адамдар туралы кітап оқыдым. Я прочитал книгу про великих людей. Дина Нұрпейісова, Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбайұлы, Бауыржан Момышұлы, Ыбырай Алтынсарин, Әбілхан Қастеев туралы білдім. Я узнал про этих людей. Дина Нұрпейісованың күйлерін тыңдадым. Я слушал күй Дины Нұрпейісовой. Шоқан Уәлиханов салған суреттерді көрдім. Увидел картины, которые рисовал Шоқан Уәлиханов. Ол суретті өте жақсы салған, он очень хорошо рисовал. Абай Құнанбайұлының өлеңдерін оқыдым. Прочитал стихотворение Абай Құнанбайұлы. Онымен бірге Ыбырай Алтынсарин шығармалары бойынша түсірілген мультфильмдерді көрдім. Вместе с младшим братом смотрел мультфильмы, которые были сняты по сюжету Ыбырай Алтынсарина. Әбілхан Қастеевтің суреттері әдемі екен. Картины Әбілхана Қастеева очень красивые. Ал сен бұл кісілер туралы не білесің? Айтып бер. А ты что знаешь про этих людей? Расскажи. Екінші тапсырма. Диаграмманы толтыр. Дополни диаграмму. Абай Құнанбайұлы және Шоқан Уәлиханов. Абай Құнанбайұлы ақын, өлең жазды. Аудармашы, әлемге танымал. Шоқан Уәлиханов тұңғыш ғалым, тарихшы. Үшінші тапсырма. Әбілхан Қастеев туындысы бойынша мәтін құра. Составь текст по картинке. Менің анам және әпкем мақта теруге барды. Мен де оларға көмектестім. Егістік өте үлкен екен. Ол жерде түрлі комбайндар бар. Маған мақта терген ұнады. Төртінші тапсырма. Кітап KZ сайтынан Ыбырай Алтынсариннің Асыл шөп атты әңгімесін тыңда. Әңгімеге қатысты 4-5 сөйлем жаз. Ыбырай Алтынсарин. Зылиха мен Батима деген біреудің қызметінде тұрған екі қыз бала тәрбиесіне бір жәшік жеміс көтеріп қалаға келе жатыпты. Зылиха ахлеп, ұхлеп, Батима күліп әзілдесіп келе жатады. Сонда Зылиха айтады: сен неге мәз болып қуанып келесің? Төбеңдегі жәшігіңнің ауырлығы менің басымдағыдан көп емес, өзің де менен күшті емессің. Мен жәшігімнің ішіне ауырды жеңілдететін бір шөп салдым, дейді Батима. Әй, ондай болса, сол шөбіңнің атын айтшы, мен де ауырымды жеңілдетейін, дейді. Ол шөп сенің қолыңа түспей ме деп қорқамын. Оның аты сабыр деп айтқан екен. Благородная, драгоценная трава. Две девушки по имени Зылиха и Батима несли в город на продажу по ящику фруктов на голове. Зылиха все время охала, говорила, что устала, а Батима улыбалась и шутила. Тогда Зылиха сказала: «Почему ты такая радостная? Твой ящик не легче моего, а ты сама не сильнее меня». Я положила в свой ящик благородную траву, которая облегчит тяжести, сказала Батима. Если так, то скажи и мне название травы, я тоже облегчу себе груз, сказала Зылиха. Боюсь, эта трава будет недоступна, но если хочешь поискать, то ее название терпение, сказала Батима. Бесінші тапсырма. Сенің өлкеңде туған ұлы тұлғалар туралы ақпарат жина. Бір тұлғаға фотоколлаж жаса. Собери информацию про великих людей. Сделай фотоколлаж. Есте сақта, запомни. Күш білімде, білім кітапта. Ұлының өзімен кездеспесең де, сөзімен кездесуге асық. На этом мы закончили урок. Оставь комментарий, мне будет очень приятно. И подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.